Біз қазір ұйықтамақ түгілі қалғып кетуге болмайтын уақытта өмір сүріп жатырмыз. Дәл қазіргідей шексіз мүмкіндіктер, дәл қазіргідей секунд сайын даму ешқандай дәуірде де, кезеңде де болмаған. Әлихан Бөкейхан кім шебер болса, жалықпай талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып әдіс қылса, ғұмыр бәйгесі соныкі. Қазақты тып-тыныш жатып, еріншек еш нәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәріне жарайды, бірақ оларды қозғау керек деген осы көрегенді пайым. Я, шынымен де жоқ десең жоғаласың демекші, қазақ еріншек, қазақтың қолынан келмейді деп айта беру дұрыс емес. Керісінше, қолынан барлығы да келеді. Кез келген белесті бағындырады деп айту ғана адамға шынымен де жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Артық ұйқы өзіне деген сенімсіздіктен туындайды. Мақсатсыз өмірден, үмітсіздіктен адамда артық ұйқы көп болады. Көптеген адамдар өмірімді өзгертемін деп жатады. Ертеңнен бастап таңғы 6-да тұрамын, жаттығуларымды жасаймын, тамағымды дұрыстаймын, жоспар құрады. Бірақ маңыздылығы жөнінен дәл осы дұрыс ұйқының бірінші орында екенін көп адам түсіне бермейді. Өйткені дұрыс ұйқы мидың үйлесімді жұмысының көрінісі. Егер де түнгі уақытта телефоныңызды қуаттап қоймасаңыз, қандай қиын жағдайға тап болатыныңыз секілді, дұрыс ұйықтамасаңыз да дәл солай. Көп ұйықтайтын адамдардың мына ішкі ресурстары, қабілеттері дұрыстап шыңдалмай жатқандықтан өз-өздеріне көңілдері толмай жүреді. Ал өз-өзіне көңіл толмай жүретін адамның жетістікке жетуі мүмкін емес. Сондықтан өзгерісті дұрыс ұйқыдан бастайық.